Біраз болды ғой жолықпағанымызға. Уайымдай бермеш. Өзім көтерем барлығын. Неменеге осы қатындарыңнан қорға бересіңдер? Жүрмейсіңдер ма мен құсап? Әкем жүрген еркекше, мен де жүрем дәл солай. Еркек туар еркектен, заң солай дейтін бе еді, қалай дейтін еді? Қыздар, пыздар, барлығын сөйлесіп қойғам. Давай, өзің білше. Айман, ұбытыға дайындығыңды пысықтай түс. Саған сенімім мол. Бірақ сен кез келген оқу орнына түсуге шамаң жетеді ғой. Жалпы сол өнер жолына түсем деген ойынан айныған жоқсың ба? Жоқ, апай, айнымадым. Өнер академиясына барам. Актриса болу бала күнгі арманым ғой. Арманыңа жетуіңе тілектеспін. Рахмет. Бірақ есіңде болсын. Өнер жолы өте қиын жол. Алдыңнан кездесер қиындықтарға төзіп, ыстығы мен суығына төтеп бере алсаң ғана өнердің биік шыңына жетесің. Дұрыс айтасыз, апай. Бірақ қай мамандық түрі болмасын ауыртпашылығының қиындығы болады ғой. Иә, оның рас. Сәлем қыздар. О, ағам жүр ғой. Айман, үйге барасың ба? Я, барам ғой. Отыр. Жарайды, апай, сау болыңыз. Сау бол, Айман. Маржан, сен қайда барасың? Жүр жеткізіп салам. Жоқ, мен осында жақын жерге барам. Отса енді жеткізіп тастаймын ғой. Жоқ, рахмет, қажет емес. Аға. Мұнда не істеп жүрсіз? Не істеп жүргеніңіз? Жұмыстармен жүрмін. Жай сендерді көріп тоқтадым. Маржан апайың жағдайы қалай? Жақсы, оны неге сұрадыңыз? Жолдас боламын бұрынғы әйел емес пе енді? Бөтен емес. Жай сұрадым. Білмеймін, бірақ соңғы кездер көп ойға берілетін болып кетіпті. Көңіл күйде тез түседі. Байынан ажырап, жалғыз өмір сүру оңай емес қой енді. Не дейсіз? Жай ештеңе. Алло? Сәбира, қалайсың? Жақсы. Әлі дайын болған жоқ. Ертең Құдай қаласа таңертең дайындап алып барам ғой. Әрине, уайымдамай қойшы. Жай мектепте жұмыстармен қолым тимей кетті. Ренжімеш, иә? Осының күйеуі бар ма? Жоқ, ажырасқан ғой. Қой, Шынымен, баяғы Шыңғыс братан бар ғой. Қайсы? Қайсы емес, Чина братанды район тұсаған. Иә. Иә, соның бұрынғы әйел. Базар жоқ әдем екен, Ойын кетіп жүр ме? Енді тем более ажырасқан болса, күйеуі жоқ болса. Ой, сорлы. Мынауың Шыңғыс братан есімес. Аузыңды айырып, мойныңды бұрап жұлып алады. Ол да бар, Тыныш жүрсе, тыныш. Бірақ көнсеше жүріп алатын мен. Өзім хабарласам саған. Жарайды.
Сәлем Маржан. Сәлем, Дархан. Қалайсың? Жақсы. Қайда бара жатсың? Жұмысқа? Сені көлікпен жеткізіп салайын. Сендей сұлуға жаяу жүрген жараспас. Жайма сенікі, Дархан. Не болды шошып? Бөтен емеспін ғой. Айтпақшы, мынау саған. Не үшін? Джентльменнің қызға гүл ұсынғанда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Керек жоқ, Дархан. Гүлді келіншегіңе апарып бер. Менде нең бар? Сау бол. Не болды сонша пәлсініп? Аяқ асты періште бола қалу ғой. Апай, не болды, көңіл күйіңіз жоқ қой? Жай. Есіме бірдеңелер түсіп. Өзің қалайсың? Бәрі дұрыс па? Я, дұрыс, кітапханадан шыққам. Сіздің берген тапсырмаларыңыз орындап. Жарайсың. Мектепке қайтадан барасыз ба, или үйге қайтасыз ба? Үйге қайтам ғой. Жүріңіз. Базар жоқ әдемі екен, ә? Ойын кетіп жүр ме не? Енді тем более ажырасқан болса, күйеуі жоқ болса. Ой, сорлы. Не болды сонша пәлсініп? Аяқ асты періште бола қалу ғой. Маржан ханым, жалғыздықтан әбден шаршап, қалжыраған боларсыз. Сізде әйелдің жалғыз болғаны жарамас. Жалғыздық Құдайға ғана жарасқан. Егер аздап көңіл көтерем десеңіз, сіз үшін мен әрқашан дайынмын. Мейрамхана дейсіз бе, басқа дейсіз бе, қызметіңізге әзірмін. Өзіңізден жауап күтемін. Ой, Алла, не болып баратын адамдар. Сәлем. Дархан, сен мұна не істеп жүрсің? Саған келдім. Не үшін? Бүгінгі әрекетім үшін кешірім сұрайын деп едім. Жарайды, ештеңе етпейді. Енді дәл осылай есіктің алдынан шығарып салмайтын шығарсың. Дархан, түсінесің ғой? Түсінем. Енді Шыңғыспен жақсылы жаман дос болдық. Бірақ екеуіңнің ажырасқандарыңа мен кінәлі емес жаным. Кіргенде не істейсің? Айта берші осында. Мен уақытым жоқ. Оның үстіне көрген жұрт не ойлайды?
жалғыз басты әйелдің үйіне бөтен еркек келіп тұрса, біреу жақсы нәрсе ойлайды дейсің ба? Қойшы осындайды. Қазақ емеспіз бе? Қай қазақты көрдің? Қонақты есік алдынан қайтарған. Жарайды, кір. Да, жалғыздық оңай емес. Маржан, менен жасырмаш. Шынымен қиын ғой, ә? Түсінбедім. Не түсінбейтіні бар? Ашық айта берсе, екеуміз ғана. Әлде үйде басқа біреу бар ма? Шифонердің ішінде тығылып отқан, а? Сен не дегің кеп тұр? Түсінем, ыңғайсызданасың. Бірақ, ona менен ыңғайсызданбашы. Ашық айтшы. Сонымен, Тархан, мен сен бастапқыда жақсы жігіт деп ойлайтын. Қатты қателескен сияқтым. Қиын ғой деп нен меңдеп тұрғанын түсінбейді дейсің ба? Бетіңе айтайын, оңбаған екенсің. Күйеуінен ажырасқан, жалғыз басты әйелдің барлығы нәпсінің жетегіне еріп, сендейлердің дегендеріңе көніп жүре береді деп ойлайсың ба? Неткен топас, неткен жеркеніш дедіңдер. Шық үйден. не болды табан астынан періште болып шыға келесіңдер? Өтірік па не қиналып жүргенің? Шық үйден дедім мен саған. Жарайды. Көреміз қашанға қу тізеңді құшақтап, етегіңнен намаз оқитыныңды. Жоғал үйден жексұрын. Көрдің ба? Сен уже нервный болып кеткенсің. Маған бәрібір. Өзің қиналасың. Айман, не істеп жүрсің? Сабаққа барған жоқсың ба? Аға, сіз неге Маржан апайды ренжітесіз? Не, саған жеткізіп барды ма не? Не, жеткізбеу керек пе еді? Маржан апайдың ешкім жоқ. Сондықтан ол бар сырын маған айтады. Сіздің не істегеніңіздің бәрін айтып берді. Ол негізі айтпас еді, мен өзім ғой сұрап қоймаған. Аға, сіз осыншалықты жеркеніштімедіңіз, а? Қалай ғана ұялмадыңыз? Маржан апайдың жалғыз екенін пайдаланып, оған жамандық жасамақ болдыңыз. Олай жасамақ түгілі, олай ойлауға қалай дәтіңіз барды сіздің? Қалай ғана ұялмайсыз? Мен сіздің қарындасыңызбын. Үйде сіңілілерім де бар. Алда не боларын бір Алладан басқа ешкім білмейді.
тағдыр басымызға салып, сол нәрсе біздің басымызда болса, сіз сияқты ұятсыздар бізге солай әңгіме айтса, сіз қандай күйде боласыз? Адамға жасаған жақсылығыңда, жамандығыңда өзің екі есе болып қайтатын сіз бізден жақсы білу керексіз ғой, аға. Сізді мұншалықты өзгереді деп ойламаппын. Мен сізді жек көрем, түсіндіңіз ба? Жек көрем. Айман, тоқташ. Айман.